Сәлеметсің бе озат оқушым? Бүгін бізде 51-ші сабақ сандар, фигуралар тізбегі, тізбек құруды және заңдылықты анықтауды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма: көшедегі үйлердің нөмірленуін түсіндір дейді. Мұнда 1, 3, 5, 7, 9, сол жақ қатарында. Оң жақ қатарында 2, 4, 6, 8, 10 деген сандар екен. Сол жақтағы үйлердің нөмірін өсу ретімен ата, оң жақтағы үйлердің нөмірін кему ретімен ата дейді. Міне қызыл бағытпен көрсетіп қойдық. Өсу ретімен 1, 3, 5, 7, 9 болады. Кему ретімен 10, 8, 6, 4 және 2 болады. Яғни үйлердің нөмірленуі 1, 2, 3, 4 деп кезек-кезек қатарына қарай 1-ден 10-ға дейін нөмірленген екен, иә? Осындай тізбектелген 10-ға дейінгі санмен үйлердің барлығы нөмірленіп шығыпты, иә? Қарама-қарсы қатарлары кезек-кезек айтылып 1, 2, 3, 4 деп, иә? Келесі мына біреу тапсырманы орындап алайық. Айырмалардың мәндерін тап, қандай заңдылықты байқадың дейді. 9-дан 1-ді азайтамыз, 8 болды. 9-дан 2-ні азайтсақ 7, 3-ті азайтсақ 6, 9-дан 4-ті азайтсақ 5, 9-дан 5-ті азайтсақ 4 қалады екен. Енді 90-нан 10-ды азайтамыз, 80, 20-ны азайтсақ 70 қалады. 90-нан 30-ды азайтсақ 60, 40-ты азайтсақ 50, 90-нан 50-ді азайтсақ 40 болады. Енді 9-дан 6-ны азайтамыз, 3, 7-ні азайтсақ 2, 8-ді азайтсақ 1, 9-дан 9-ды алып тастасақ 0 қалады екен. 90, 90-нан 60-ды азайтамыз, 30, 90-нан 70-ді азайтсақ 20, 90-нан 80-ді азайтсақ 10, 90-нан 90-ды азайтсақ 0 қалады екен, иә? Бұл жерде қандай заңдылықты байқаймыз? Барлығы рет-ретімен 1, 2, 3, 4, 5 деп кетеді, иә? Енді мынаны есте сақтап алайық. Тізбек белгілі бір ретпен орналасқан сандар немесе заттар қатары. Заңдылық дегеніміз белгілі бір ереже бойынша құрылған тізбек. Яғни тізбек дегеніміз рет-ретімен белгілі бір ретпен орналасқан сандар немесе заттар қатары. Біз жаңа сандарды көрдік, 1, 2, 3, 4 деп. Олардың барлығы бір белгілі ретпен қатар-қатар орналасқан екен. Енді екінші тапсырма: математика күнделікті өмірде қала көшелерінен қандай заңдылықты байқауға болады дейді. Мұнда қатар-қатар бірнеше үйлер орналасқан, иә? Үйлер және ағаштар, шыршалар. Олар белгілі бір ретпен, яғни рет-ретімен қатар орналасқан екен, иә? Үйлер, мысалға ағаштар және шыршалар. Бергі қатарда жер үй, арғы қатарда үлкен қабатты үйлер. Бергі қатарда шыршалар қатар ретімен орналасса, арғы қатарда ағаштар орналасқан екен. Бұның барлығы белгілі бір заңдылықпен тізбек қатарын құрап тұр екен, иә? Мінекей осы заңдылықты біз есте сақтап, қайталап, жаттап алайық, иә? Түсініп. Келесі үшінші тапсырма: қайда тұратыныңды айт дейді. Мұнда екі сурет көрсетілген. Мысалға, көп нүктенің орнына былай жазамыз: мен Алматы қаласында тұрамын. Сен өзіңнің қай жерде тұратыныңды жазсаң болады. Қай қалада тұрасың? Мен Алматы қаласында тұрамын. Бұл сөзде 6 дыбыс бар. Әріптер, дыбыстардың барлығын санап шықтық, иә? Біздің қала үлкен, онда көшелер мен үйлер көп. Мен Абай көшесінде тұрамын. Менің үйімнің нөмірі 7. Енді астындағысын жазайық. Менің ауылым Бұлақты деп аталады. Бұл сөзде 7 дыбыс бар. Біздің ауыл шағын, онда бір көше ғана бар. Менің үйімнің нөмірі 9. Осылай көп нүктенің орнына өзің қай ауылды, қай қалады жазғың келеді. Соларды жазып, көшеңнің атын, үйіңнің нөмірін жазып көрсетсең болады. Мысалы, сен ауылда тұрасың ба, әлде қалада тұрасың ба? Оның аты қандай, көшеңнің аты қандай, үйіңнің нөмірі қандай, соларды өзің осы көп нүктенің орнына осылай қойып, жазып шыға қойы, өстіп әңгімелеп айтсаң да болады. Өзіңнің қай жерде тұратыныңды, үйіңнің нөмірін және көшеңнің атын. Бұл белгілі бір заңдылық, яғни тізбек бойынша құрастырылған сияқты мәтін, иә? Яғни біз жаңа тізбек дегеніміз не ол? Белгілі бір реттілікпен қатарынан орналасқан заттар немесе сандар жиынтығы, иә? Ал заңдылық дегеніміз
белгілі бір ережеге сай бағынатын, белгілі бір ереже бойынша орналасқан тізбек, тізбекті құрайды заңдылық дегеніміз. Енді төртінші тапсырма, сен зерттеушісің дейді. Орналасу заңдылығын түсіндір, өз тізбегіңді ойластыр, суретін сал дейді. Мұнда ылғи дөңгелектер орналасқан. Бірінші, мысалы, біз көк дөңгелектерді 1 деп белгіледік. Қызыл дөңгелекті 2 дейміз, сары дөңгелекті 3 деп аламыз, жасыл түстісін 4 деп аламыз. Енді қайтадан көктен басталды. Ол жаңағы 1 нөмір бойынша көкті. Қызылды 2 дейміз, сарыны 3 дейміз, жасылды 4 деп аламыз. Осындай белгілі бір реттілікпен орналасқан әртүрлі түстегі дөңгелектер екен, тізбекте. Енді біз өзіміздің тізбекті ойластырып құрап көрдік астында. Біз әртүрлі пішіндегі және әртүрлі түстегі фигураларды алдық. Мысалға қызыл дөңгелек, одан кейін жасыл тік төртбұрыш, одан кейін көк ромб. Қайтадан қызыл дөңгелек, жасыл төртбұрыш және ромб екен. Осылай тізбек құрдық өзіміз. Енді бүгінгі тақырып бойынша өткен тізбек дегеніміз не, заңдылық дегеніміз не, сол ережені есте сақтап алайық. Тізбек белгілі бір ретпен орналасқан сандар немесе заттар қатары, 1, 2, 3 деп белгілі бір ретпен орналасқан сандарды көрдік. Немесе белгілі бір ретпен орналасқан заттар, үйлерді көрдік, ағаштарды көрдік. Ал заңдылық дегеніміз белгілі бір ереже бойынша құрылған тізбек. Яғни тізбек ол заңдылықпен байланысты, заңдылық тізбекке байланысты екен, екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Мінеки озат оқушым, біздің бүгінгі 51-ші сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Келесі сабаққа дейін сау бол.